Ассаляму алейкум, хурматлы сәрджілер. Бұл UA TV студияда Украина хабарлары. Бүгін июльнің 9-ы салы күні. Біз сізлерге Украинада ве дүнияда олып кечкен вақалар хақында тариф етмеге азармыз. Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкелаты парламент ассамблеясы Русия тарафындан запты етілген Украинден ішжелеріні арби әсірлер деп таныды. Боқта вақтынча ишғал етілген Қырымның қараве азақ денізлерінің Русия Федерациясы тарафындан әткерлештірілуі ақындаки бейяннамеде айтыла. Весиқада Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкелаты Украин гемелері ве денізжелеріне қаршы күч қолануыны такбих етеве Русиядан ишғал етілген Қырымдан ордусының чықарылмасыны талап еті. Бүгін есе Словакияда тышқы ишлер нәзерлері ве Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкелаты аза дәвлетлері баш меморлары арасында ресми олмаған Күрішев олып кечті. Музакер етілген әсас мевзулар Украина шарқында Русия тәжавузына қаршылық, Авропада тұрғынлықның пекетілігі ве Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тәшкелатының кележегі. 2018 сенесі ноябрінің 25-інде Кереч боғазы янында Русия махсус қызметлері Одесса лиманындан азақ денізі бойы Мариуполь лиманына ел тұтқан Украинаның Бердянскове, Никополь катерлеріне ве яны Қапури етбуксеріне ұжым етіп, оларны запт етті. Нәтижеде 24 Украин денізжесі әсір олды. Олардан учым яраланды. Украинлер әсассыз сыныр бозылуынен қабатланыла. Украин денізжелері озыны арби әсірлер деп илан етті. Бірлешкен медетлер тәшкелаты Халқара махкемесі Русияны дерал денізжелеріні азат етмеге мечбур етті. Ама Кремль қарарны көрмемезлікке ұрды. Бүгінден баста рус ишғалжелері тынчылықны 5 кере бозды. Украина Мудафа назерлігінің спикері Дмитро Гуцуляк білдіргеніне көре, боевиклер Минск анлашмалары ясақ әткен селяларны қоланған. Шу жүмледен танда бірса девамында душман Мариуполь шәрден 10 километр ұзақлықта олған Зартана қасабасы имеяжелеріні топлар атешіне тұтты. Саба есе исянжылар танкларға қаршы ракета комплекслерінден ишғал етілген Донецк янындаки Новомихайлевка қасабасыны атешке тұтты. Күндіз вақтында есе Новолуганске ве Светлодарске живаранда миналар патлатылды. Берілген мәліметқа көре Украина аскерлері арасында яраланған яда әлі қолғанлар жоқ. Парашют тәжғазатларынен улаштырув алчақ юксеклікте учуш. Құртарув операциялары ве ердеки нешанға уджум тақдеді. Украин ве Америкалар билері Миколаев елетінді авада маневрлар кечірді. Бұ Сибирис 2019 тәлемлері черчевесінде олды. Бұ тәлемлер вақтында 13 учақ ве 10 хеликоптер қоланылды. Оларының арасында АН-26, Ми-8, Ми-14, бұның еле ПМ-8 Посейдон Америка учағының учышы көстірілді. Одан ұзы зеранды истихбарат ве сувасты гемелерінің қыдырывы үшін қоланыла. Талимлерінің әфсанесіне көре башқа бір мемлекет запт етуінен тәхлет етілген бір бөлге бар. Бөлге телікелі біздің құветлеріміздің вазифесі арби елінен қавсызлықны кефалет етмектір. Бұ ава қысымда Украин ве Америкалы аскерлер иштирак ете. Шу жүмледен біздің тарафымыздан бұ арби деңіз құветлерінің авиациясы сыңыржылар. I've always been very impressed. Украин учучыларны білгі ве азырлық севесінден дайма еретте қалам бөле талимлеріні тешкіл етмек үшін доғры яңашма yüksek азырлық севесі олмалы. Илік сефермен 2017 сенесі иштирак еттім. Бүгін исе бұ асла башқа талимлер. Сырф деңіз құветлерінден ғайры да қара ве авиация құветлеріні қоштық. Авропа бірлігі Украина үшін аман миллион евро айырды. Киевде олып кечкен 21-ші Украина Авропа бірлігі саммиті нәтижесінде 5 малиеви аңлашма түзілді. Пара граждан жемияты меркезелештіру қабаржылыққа қаршы тәдбірлері ве ислятлар дестігіне берілежек. Тәфсилатлы және вбетті келевхамызда. Украина президенті Володимир Зеленский için ve sonkesi Avropa Комиссиясы ve Avropa Şurası реберлері için Киевде Марин сарайында 21-ші Украина Авропа бірлігі саммиті олып keçті.
Bir qaçda qalık, keç qalıp, Marin Sarayının kırışını çetel delegatsiyası korteji kele. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskiyni birinci olarak Avropa Komissiyası prezidenti Donald Tusk selamlay. Ondan son Avropa Şurası başı Jean-Claude Juncker. Итибарлы мусафирлер махсус китапта имза коя ве учусы капалы тарздaki корошевге кете. Айтышмалар 2,5 девам эте, айтышмалардан иштиракчилер көзге көрінген эйи кейфнен чыка. Ve aman birden 5 ve sekanı imzalamağa başlaylar. 2019 senesine Tekniki İşbirlik Programmasını Avropa Komissarı Johannes Hahn ve Ukrayna hükümeti azaları Gennadiy Zubko ve Stepan Kubev imzalaylar. Anlaşmağa göre Avropa Birliği Ukrayna için 100 milyon евродан ziyade maliyevi yardım ayıracak. Boylayıcı kabarcılıqның күреші için Avropa Birliği 15 milyon евро ayıracak. Merkezileştirif için 40 milyon евро. Gраждан cemiyeti ve medeniyet testegi 10 milyon евро. Ukrayna ile birleşme hakkında anlaşmanın gerçekleştirivine 44 milyon евро. Ukrayna şarkına yardım 10 milyon евро. Ukrayna'dan basta ateşini toxtatılması için adım tırışa dep inandıra Zelenskiy. Ama aynı zamanda kaydet ki Stanitsa Lugansk kasabasında kuvvetler kere çekilgen son boyevikler fortifikasyon inşaatlarını dağıtmağınca Ukrayna tarafı koparını gayrıdan teklemege başlap olamay. Bunun ile Ukrayna prezidenti Donbasta barışıqa tek aytışmalarının erişmege mümkün olmasına inana. Erkesini Donbass'a davet etem. Kelip ko'ringiz, bu jeng bizga ne kadar zarar ketirganini, bu jengni gerçekten to'xtatmaga isteymiz. Ukraynaga barışıqni qaytarmaga rica etemiz. Ama bunun tek bir yolu var. Her şey diplomatiya yolundan yapmalı. Rusiya tarafından Kırım'ın kanunsuz işgalini tanımayıq ve hiç bir vakit tanımayacağımız bir kaç gün evvelsi Avropa Birliği Moskvaga karşı iktisadi sanksiyalarını 6 ayga uzattı. Sanksiyalar Minsk anlaşmaları gerçekleştirilmegence devam edilecek. Rusiyadan esir etilgen Ukrayna dengizcilerini azat edilmesini talep etemiz. Donald Tusk ve Jean-Claude Juncker için Avropa Komissiyası ve Avropa Şurası başları vazifesinde bu Ukraynaga artık son kez eret. Mayıs ayında olup geçken saylavlardan son yanı başlıklar endi belgilendi ve Ukrayna prezidenti ile görüşüp Avropa Birliği ile birleşme anlaşmasının amelge geçirilüvü meselede neticeler çıkarılıvı oldu. Испанияның шымалында олып кечкен сув ташқыны себебінден бір кеші әлі қолды. Құртарыжылар жесетні шидетлі сув ақымы алып кеткен машинада тапты. Испанияда күчлі яғмур енді бір қач күн девам еті. Әкі ерлі өзен ташты әнчоқ, тафаль яшайры зарар көрді. Анда күчлі сувның ақымасы автомобильлеріні алып кеті ве чөплік контейнерлеріні авдарайды. Мескін evler ve tükenlarını suv basты tren ve şerni қлиятының әрекеті тоқтатылды. Ава тахминчилерінің мәліметіне көре яғмур яқын күнлерде тоқтамақ керек. Құрметті сердилер, bu dakikaga bu sonki haberimiz edi. Dadacho haberlerning sizler UATV.ua saytimizda o'qiy bilesiniz. UATV ile olunuz, o'zingizga muqayt olunuz, sog'liqnen qaliniz, yarınga qadar ko'rishguncha.